Нұрсұлтан, сен мына сөзді ешқашан жүрегіңе шығарма. Міне біздің әсел туған туыстарын қиып барады. Жыртылса жанын жалаған. Әкесін қиып барады, қорғайтын қатер жаладан. Анасын қиып барады, көңіліне қараған. Бауырларын қиып барады, қанша ұрып тісісе де тісін батырмай талаған. Сен әселді білесің, періштердің аруы ай менен күнге балаған. Сондықтан зәбірлік көрсетпе, тау болғандай даладан. Сіздерге сырттай сүйсініп, қошемет қылсын, қошемет қылсын. Ал Нұрсұлтан, Айнагүл апа мен Самал апаға 2000 теңгеден ақша береді. Рахмет. Нұрсұлтан, гүлді соғысқандарыңызға неше жыл болды, Сәния апа? 31 жылдан кейін ұсқындарың осындай болады. Ал, Еркін аға ортаға келіңіз. Міне біздің Аққали әке мен Сәния апам Еркін ағаны таңдады. Атыраудан келгеніңіз білініп тұр, сіз де аппақсыз. Тәния апа да аппақ. Не деген аппақ кісілерсіздер. Олай қарасаң, мен қызыл қоғамның баласының қап-қара. Сөзді өзіміз бақатпыз ғой. Гүлшат апа да Атыраудан келді ғой. Аппақ. Не деген? Ал, кеттік. Еркін аға мен Гүлшат апа билейді. Біз ондай көрген жоқпыз. Сөз жоқ. Ақша беріп ойнайыншы. 2000 теңгеден беріп ойнайыншы. Мықты билеп ойнайыншы. Не айтқым сабақ айтыңызшы. Әселдің тойын жақсы өткіздіңіздер. Баша олыңыз. Жоқ саған бермеймін. Келіңіз. Және де Гүлшат апаға осы күлдей қол бұрып жүре беріңіз. Рахмет. Гүлшат апа бар ғой, айналған кезде бар ғой. Менің көзім айналады ғой. Есептей алмай жатырмын да, бір билегенде 10 рет айналады ғой. Ал біздің Еркін аға қай жылғысыздар? 65 болғанмен, олай денесі 65 болғанмен, аяқ жағы 20-дағы жігіт сияқты. Аяқ жақсы кетіп тұр екен, Еркін аға. Гүлшат апа, рахмет, бір қол соғып қойыңыздар. Міне, Аққали әке, сізді жақсы көретін кісіні таптым, ол мына апа екен. Міне, ешкім орнынан тұрмаған кезде жалғыз осы апа тұрды. Рахмет, сіз құрдасысыз ба? Бала кезде ғашық болдыңыздар бір-біріңізге. Мен бәрін біліп отырмын. Өйткені Аққали әке қолын көтеріп атқан кезде көп күледі апаға. Сен болмасаң мен осындай болар ма? Молодец. Ал, артқа тұра қойыңыз. Енді Ол көпкелекті 10 жыл біліп отқан екен. Аяқ айбақ. Биледі ғой. Айбақ болып дәл айтасың. 10 жыл барда екеуі мен қасында отырып ем, қолын бүйтіп ұстап отыратын едім дейді айбақ. Енді болайын. Аққали әке. Айға жұқы жібір қайда! Гүлшат апа! Еркін аға ұнап қалған сияқты. Өйткені Еркін ағаға бет кетіп қалды ғой, Еркін. Молодец. Ал енді құрметті ағайындар, мен аға жеңгем өте ақ көңіл жандар. Осы 5-6 ай бұрын келістік. Мен содан бері папа-маманы көргенмен бүгін Әселді көріп жатырмын. Әсел, мен өзім таң қалып жатырмын да, қазақта жақсы сөз бар ғой, ұқсамаса тумағыр деген. 3 жылдың фотосы. Әселді кімге ұқсайды десем, Құдайдың өзі берген екен, Аққали әкемнен аумайды. Сосын Аққали әкеме қарайым, бұл кімге ұқсайды десем, бұл Сәниядан аумайды екен. Өзі бір отбасы бір-біріне ұқсап кеткен екен. Ал енді көп уақыттарыңыз алмай-ақ қояйын, олай болса